Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Мен сіздерге өзімнің бұрынғы дәрістерімнен алынған сүйікті реквизиттерімнің бірі, мысалы 2000 немесе 3000 қуатты неодим магниттерімен жабылған Мебиус болат таспасын көрсетуді қаладым. Мен бұл таспаның мыназатпен қалай әрекет ететінін көрсеткім келеді. Бұл итрий барий мыс оксидінен жасалған жоғары температуралы жоғары өткізгіш. Материал керамикаға ұқсас. Бұл жоғары өткізгіштің қасиеттері. Мысалы, сұйық азотпен салқындатқан кезде көрінеді. Ол өзінің барлық электр кедергілерін жоғалтады. Бұл мен қазір сіздерге паш ететін кейбір қызықты құбылыстарға келіп соқтырады. Бірақ алдымен Мебиус таспасын төбеге іліп қоюым қажет. Сонымен, бізде қуатты неодим магниттерінен жасалынып төбеге ілінген Мебиус таспасы бар. Енді бізге сұйық азот қажет. Біз Корольдық институттың зертханаларының бірінде орналасқанбыз, және бұл жерде сұйық азот сақталады. Тамаша. Бізге қажеті де сол. Енді жоғары өткізгіш салқындатылады. Ол 1 минуттай немесе сол шамадағы уақытты алады. Оны жоғары өткізгіш қоршаған магнит өрісін қамтитындай етіп салқындату қажет. Сондықтан мен оны магнит жолының үстінен салқындатамын. Мен оны минус 180 градусқа дейін жететін сыни температурада салқындатамын. Оны өткеру арқылы ол жоғары өткізгішке айналады, және оның электр кедергісі толығымен жойылады. Бізге жоғары өткізгіш пен жолдың арасында қысқа қашықтық болу үшін гамбургерлерге арналған науа қажет. Сондай-ақ ыдыстың орналасуын магнит өрісінде бекітіп қою үшін керек. Және бұл дәл бізге керек позиция. Енді мен оны бұл жерден алып тастаймын. Менің тәжірибем бойынша бұл мұны істеудің ең жақсы жолы. Енді егер көрсетіп үлгерсек, сіз оның жолдың үстінен қалай қалықтайтынына куә боласыз. Ал оның астында науаның төменгі жағымен бекітілген арақашықтық бар, және де ол жолдың үстінде қалықтай артқа алға жылжиды. Қап. Өкінішке орай ол өте жылдам қызып жатыр. Әлбетте оның әсері оның температурасы өте төмен болғанша сақталады. Мұнда не болып жатқанын жақсы түсіну үшін магниттердің мысты түгі сияқты қарапайым өткізгіштермен өзара әрекеттесуі туралы ойлану керек. Егер мен бұл гайканы құрылғы арқылы өткізетін болсам, ол өте жылдам құлайды. Басқа не күтуге болады? Егер мен күшті магнит түсірсем, құлауға біраз уақыт кетеді. Оның себебі магнит мыс арқылы қозғалса, ол мыста электр тоғын тудырады. Бұл тоқ өз кезегінде өз магнит өрісін қалыптастырады. Және бұл магнит өрісі әрқашан оны жасайтын қозғалысқа қарсы тұрады. Бұл электромагнетизмнің негізгі қағидасы. Өткізгіштердің жанында қозғалатын магниттер электр тоғын тудырады. Алайда бұл түтік жоғары өткізгіш болып табылмағандықтан және электр кедергісі болғандықтан, магнит өткізген кезде пайда болатын электр тоғының ағындары әрдайым сөнуге тырысады. Сондықтан құлау кезінде магнит электр тоғымен тоқтайды. Бірақ ол тез арада өшеді, ал магнит құлауын жалғастырады. Сондықтан ол тек түтіктің ішінде баяу қозғалады. Алайда бұл жоғары өткізгіш болғанда, онда тоқ сөнбейтін еді. Сіз магнитті түтікке енгізу арқылы оны тудырған сәтте тоқ сақталады, және магнит тоқтағаннан кейін де ағынын жалғастырады. Сондықтан, егер ол жоғары өткізгіш болса, магнит түтікте тоқтайтын еді. Ол түтіктің ішінде шексіз түрде ілініп тұратын еді. Бұл біздің түсіндірмеміздің бөлігі, және біз мақсатымыздың жартысына жеттік. Енді біз магнит жолына барамыз. Жолдағы жоғары өткізгішті көрсеткенімде әсердің бірнеше секундқа созылғанын көрдік. Ол сыни температурадан жоғары нүктеге дейін тым тез қызып, ұшуды тоқтатты. Біз тапқан шешім бұл пойыз немесе қайық сияқты құрылғы.
Бұл сұйық азот үшін шағын резервуары бар полистиролға салынған жоғарғы өткізгіштің бөлігі. Сондықтан оны салқындатайық. Бұл жолы гамбургерлерге арналған науада емес. Бұл аздап өзгеше тағам. Мұқият көтереміз. Менің ойымша, мен оны қазір іске қосалам. Ол қайта оралды, жоғарғы бөлікпен өтеді. Міне сондықтан біз ол шеңбер және қарама-қарсы жақ бойынша қозғала алу үшін Мебиус таспасы түрінде жол істедік. Қазір мен оны осы жерде тоқтатам. Ол мұздату жағдайындағыдай өз қалпын сақтайды. Ол тек магниттерден итеріліп қана қоймай, ілініп қалады. Мен оны төменнен бекіте алам. Ол әлі де қалықтайтын болады. Мыс түтігінде болған жағдай секілді, сіз өткізгіштерде қозғалмалы магнит өрісімен немесе ауыспалы магнит ағынымен электр тоғының ағынын жасаған кезде, сіз туындатқан электр тоғының ағындары осындай өзгеріске немесе қозғалысқа қарсы тұратын дербес магнит өрісіне ие болады. Сондықтан ол жол үстінде қалықтағанда гравитация оған жақындауға тырысады. Бұл кішкентай қозғалыс, осы қозғалысқа қарсы тұратын магнит өрісі бар жоғары өткізгіштегі электр тоғының ағындарына ықпал етеді. Ал біз оны төменгі жағына қойған кезде гравитация оны жолдан шығаруға тырысады. Бұл жолдан алып тастау әрекеті де көп бағытты магнит өрісі бар электр тоғының көп бағытты ағынын тудырады. Олар оны қайтадан жолға тартады. Сондықтан қанша тырыссаңыз да, қанша рет айналдырсаңыз да, оны бүйірге, жоғары немесе төменгі, жолға немесе жолдан жылжытуға тырысқан сайын жоғары өткізгіш магнитке қатысты өз орнын бекітіп, осы қозғалысқа қарсы тұрады. Және ол қозғала алатын жалғыз бағыт. Магнит өрісі өзгермейтін бағыт, яғни жол бойы. Осылайша жоғары өткізгіш жолға қатысты дұрыс күйде қалу үшін кез келген магнит пішінін қабылдай алады. Бұл жаңалықтың ашылуы нағыз серпіліс болды және жоғары өткізгіштерді зерттеудегі алғашқы қадам деп ауыз толтырып айтуға негіз бар. Бұл өз қасиеттерін бөлме температурасында немесе оған жақын температурада сақтай алатын жоғары өткізгіш туралы болып отыр. Біз оларды біздің электр аспаптарымызда қолданатын мыс пен басқа да дәстүрлі өткізгіштерді орнына пайдалана алатын едік. Электр энергиясын өткізген кезде бұл материалдардың барлығы энергияны жоғалта отырып, оны біршама дәрежеде тиімсіз етеді. Егер біз осы құрылғылардағы жоғары өткізгіштікті қолданатын болсақ, бұл әлемді мағыналы түрде өзгертетін еді. Видео халық қайырымдылық қоры қолдауымен аударылып дыбысталған.